Сәлем қыздар, бүгін біз өзіміздің чак-чагымызды дайындайтын боламыз. Ауызда еритін өте воздушный болып шықты. Алдағы уақытта менімен бірге жасап шығыңыздар. Біз ең алдымен жұмыртқамызды алып, бір ыдысқа жарып шығамыз. Оның үстіне тұзымызды және де содамызды салып, қолымызбен, венчикпен, вилкамен әбден араластырып, азаздан ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болған соң, оны салафанымызға салып, қойып қоятын боламыз. Дайын болған соң, қамырымызды илеп, жайып алатын боламыз. Қамырымыз қатты қалың да емес, қатты жұқа да болмауы қажет. Тура менікіндей жасасаңыздар, осындай болады. Дайын болған соң мен осылай орап, жіңішкелігін менікіндей жасасаңыздар, қатты ұзын болып кетпейді, қатты қысқа да болып кетпейтін болады. Осылай кесіп алатын боламыз. Осылай кесіп болған соң, мен мейізімді де жуып, кептіріп қоямын. Кептіріп болған соң, қызып тұрған майымызға чак-чагымызды осылай қорып алатын боламыз. Қатты қоңыр қылып пісірудің қажеті жоқ, өйткені ол сәл тұрғаннан кейін сәл қараюы мүмкін, сондықтан осындай сарғыш қылып пісіріп алыңыздар. Осылай әдемі қылып пісіріп алатын боламыз. Күнжітімді да осылай қорып аламын. Өте қызғылтым дәм береді, өте дәмі де иісі де керемет болады, сондықтан қорып алдым. Балымызды осылай сеуіп, әбден араластырып алатын боламыз. Әбден араластырып болған соң, мен қуырылған күнжітім мен мейізімді қосытым. Мен мейізді ортасынан бөлдім, өйткені мен мейізім үлкен болды. Сіздер бөлмесеңіздер де болады. Қосып, әбден тағы да араластырып алдым. Әбден араластырған соң, мен бөлек формаға салып алдым. Өйткені осы жақта қойып, кішкене тындырып алған соң, кесіп қойсаңыздар әдемі көрінетін болады. Яғни үгітілмей біркелкі болып түсетін болады. Осы күйінен алып жесеңіздер де болады. Немесе кесіп қойсаңыздар да өте әдемі болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Мен YouTube каналыма тіркеліп, коммент жазып, қарап отырсаңыздар, әртүрлі тәттілермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тәтішай Жаңыл Үсенқызы.